салынып аткан этно ауылга келер экенмен, жол жолбай мына нәрсени көрүп, мен токтап, ушуну бір силерге көрсөткүм келди. Жыңгылды буталап атырыпты ал. Бул тарихта Карпакстандын табиятында болгон нерсе эмес. Жыңгылды буталап, мына теректей кылып, форма берип, ерте бір 2-3 жылдың ішінде бұлар үлкен терек болып өсетті. Бұл Карапакстан тарихында бірінші мәрте селенуі. Жыңғылды буталап, тәгілеп қойыпты. Міне, жол бойының бәрі сондай. Жизақтауларынан қалыспайды. Тақтакөпір районында Қаратерең бойында салынып атырған Өрштадың төбесі, яғни төбелікте салынып атқан этно ауыл туристік мақсатта салынып атырыпты. Бірақ бұрын Қарақалпақстанда болмаған дептік келе айта аламыз. Міне бір қарүйдің көрінісі, яғни номер. Этно ауыл бұрынғысын жағылып, ескі мына буржуйка дүниеге пеш өзіміздің, бірақ заманластырған, заманауилестірілген шкафлары. Бұл ауылда 70-ке шамалас қарүй бар. Осындай ауыл пайда болып атырыпты. Әзір істеу жұмыстары алып барылып атырыпты. Елі тамамланбады. Әрбір қарүй жаңа көрсеткеніміздей пеш, кроватлары менен, қолайлықлары менен шүркімлестіріліп атырыпты. Мына жерде банясы, қажетханасы дейді. Ана жерде үлкен мәресімдер өтетіғын жер болады делініп атырыпты. Бұл Қарақалпақстан үшін үлкен, әсіресе Тақтакөпір үшін үлкен бір ауыл құрылысы болып атырыпты. Яғни сіздер әзели ата тегіміз көшпелі халық болғанбыз. Міне соны қайтадан тікілеп қариден салынған ауыл пайда болып атырыпты. Жаңа екінші жерде көрдік, ол жерде ақсадан салынған, яғни ылайдан салынған нөмірлер, жайлар. Оларды ылайдан салынған жайлар болып атырыпты. Яғни бұл жерде үлкен туристік комплекс болады, құда қаласа. Бұл бұлақ екен, 504 метр тереңліктен шығып тұрыпты. Енді бұл су ағып тұрма, мұздай су ағып тұрма білмейміз, бірақ жылы су ағып тұрған екен. Жылы су ағып тұрған екен. Әзірде шомылса болады. Адам қолы менен сіленіп атқан нәрселер. Құяш панелі. Яғни автоном электр ток келеді бүйерге. Бұл су сақлағыш. Су тұзлы екен азырақ. Ауылымызға келіншек театр! Өршітаудан күн күлімлеп жадырап, шығыс жақтан атса таңның шұғласы, құбласында шоқтыр аңғы бұлдырап, ек орталық тақта көпір даласы. Құбласында шоқтыр аңғы бұлдырап, ек орталық тақта көпір даласы.
Ata kurir bulsan yine kelbitin. Asıl baylık ırga tadı jer bitin. Assalomu alaykum hurmatli tadbir qatnashchilari, aziz mehmonlar. Bugun mamlakatimizning eng chekka hududlaridan biri hisoblangan Taxtako'pir tumanining Beltov mahallasida Qoraqalpog'iston xalqi uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasida yashayotgan barcha millatlar vakili uchun Qoraqalpoq, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'ris, Karis, ularning bir-biriga bo'lgan oqibati, ularning totuvligi, millatlar aro totuvligimizni ko'z qorachig'imizda saqlaymiz deganligi. Shuning uchun davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan qisqa muddatda Jo'g'org'i Kenges raisi O'rinboyev, Aman To'laboyev, Somin raisi Farqat O'rozboyev, boshqa o'rtoqlar bilan shu kichkinagina joyni sizlar, ya'ni bizning xalq uchun shuni qildik. Oxirgi yilga tug'ilgan bolalardan qora uyni, jurtani, kiz uyni, u yerda kimdir jasagan, kimdir tug'ilgan, ne bo'lgan, mana ovulni, seksovulni, tuyeni, qo'yni desang tushunmaydi. Maqsad sol. Ikkinchidan, yoshlarimiz qalbida ona vatanga totuvlikni yanada mustahkamlash. Bu nihoyatda eng dolzarb masala. Mana hozir shu qatorda turganlarning ichida birontasi gapira olmaydi. Birontasi, mana Jalmenov og'amiz turibdi, hayotni ko'rgan, jangovi umrning qizig'ini ko'rgan, tashvishini ko'rgan, o'zbekchasini aytganda hayotning tashvishi va quvonchlarini. Kelini o'zbekcha, jengi kirgizga, keyingi bolaning uylangani kazashga, barimizda aralash qurulashayotgan bir yelmiz. Bu yelning boshlig'i prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich. So'lishun, urus, janjal, seniki, meniki degan so'z bo'lmay, bir munov aralaminlar. Bir jengen qo'l bir jag'adan bas yerda shu kerak. Prezidentimizning eng ulkan talabi o'sha yerda turgan rahbarlarning baridan sol. Millatlar aro totuvlik, bu totuvlikni ko'z qorachig'imizda saqlashimiz shart. Aman To'laboyevning atidan, Farqat O'rozboyevning atidan bir narsani gapirmoqchiman. Men ko'p narsaning guvohiman. Hurmatli mehmonlar, qadrli yoshlar, aziz vatandoshlar, eng dastlab barchangizga Taxtako'pir rayonining Beltov yilotida Taqto'be etno ovulida sho'lqinlashtirib o'tirgan xalqaro etno madaniy festivalning saltanatli ochuluvi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'org'i Kengesi ham Ministrlar Kengesi atidan qizg'in qutlug'laymiz hamda barliq mehmonlarimizga, ko'p millatli keng peyil Qoraqalpog'istonimizga mehmondo'st Taxtako'pir yilotini xush kelibsizlar deymiz. Tarixqa nazar taslaydigan bo'lsak, ko'p asrlardan beri elimizda bir necha millat vakillari bir xalq bo'lib, bekka mavzubirchilik bilan jasab kelganini guvoh bo'lamiz. Misal, bundan 3 yil oldin hurmatli prezidentimizning shaxsan o'zi Taxtako'pir rayonida, so'ning ichida usi Beltov yilotida bo'lib, xalqimiz bilan uchrashuvi aymoq turg'unlari uchun yangi davrni boshlab berdi desak, qatelashmaymiz. O'tgan qisqa vaqt ichida bu yilotda xalqimizning abadan turmushini ta'minlash bag'darida ko'plagan qurilish obodonlashtirish жұмыстары amalga oshirildi. Atab aytganda, madaniyat saroyi, maktab ham bolalar bog'chasi, avullik shifokorlik punkti hamda chorvachilik fermasi qayta o'nglovdan chiqarilgani. Sonday-ақ mahallaning 20 kilometr ichki yo'llari asfaltlangani. Qolaversa rayon o'rayidan Beltov mahallasiga olib boruvchi 35 kilometr yo'l to'liq asfaltlanib, o'nglov жұмыстарының olib borilganligi meni so'zimizga ayqin misol bo'la oladi. Hattoki ustida chetga olis mahallalarda bunday iyilikli ishlardan rozi bo'lib o'tirgan fuqarolarning ko'zida hurmatli prezidentimizga degan minnatdorchilik sezimlarini ko'ramiz. Asirese Bo'rchiqtov to'besida qurilgan o'tmishimizdan derak beruvchi, milliyligimizda o'zida jamlagan usti Taqto'be etnovli aymoqqa yanada o'zgacha san, o'zgacha chiroy bag'ishlamoqda. Usu o'rnida soni ayriqcha aytib o'tishimiz kerak.
Бұл этноауыл құрметті президентіміздің жеке тапсырмасы текарында Тұрсын Айдаровтың басшылығында тікелей қолдау қуатлауымен құрып біткерілген үлкен жойбарлардан болып есептеледі. Ітібарлы тарихы бұл орында ата-бабаларымыздың текарғы жасау үйлері саналған қара үйлер, яғни ақ отаулардан ібарат ауыл мысалында құрылғаны. Сол дәуірдің бұйымдар менен безелгені көпшілікте әлбетте қызығушылық оятады. Бұл жерде шөлкөлместірілген 70 қара үй елімізде жасап атырған түрлі миллет уәкілдерінің өздігін сәулелендіріп тұрған болса, Қоңсы ауыл көрінісін өзінде жәмлеген 16 пақса үйлер арқалы ата-бабаларымыздың жасау шарайытлары менен жақыннан танысамыз. Милли қадіратлар негізінде жаратылған бұл этноауыл ұзақ жылдар давамында халқымыздың бай тарихи һәм мәдени естеліктерін үйренуде, оларды қастерлеп сақлау һәм кеңінен үгіт насихатлауда, әсіресе жастардың қалбінде ана ватанды сүйету тұйғысын күшейтуде. Ең текарғысы район тұрғылары, ұзақ жақыннан келуші меймандар, сырт елді туристердің кеулі демалуында ахметі орын тұтатуын пайызлы орынлардың біріне айлануына әлбетте біз бекем сенеміз. Ітібарлы тарихы соңғы жылдары Тақта көпір, Бозатау, Мойнақ сияқты ең шеті аймақтарда әмелге асырып отырған ұсындай үлкен үйретушілік жұмыстар халқымыздың ертеңгі күнге деген сенімін және де бекемлемекте. Әсіресе Арал теңізінің ұлтанында инсан қолы менен жаратылып отырған жасыл қапламалар көп миллетлі халқымызды рухландыру менен бірге регионда экологиялық тұрақтылық тәмінлеуде ахметлі орын тұтпақта. Құрметті президентіміздің бастамасы менен істеніп отырған бұндай кең көлемлі һәм сауаплы істердің басқасында да құрметті президентіміздің маслихатшысы Тұрсын Айдаровтың шақсан өз тұрғанлығы айрықша ітібарға һәм құрметке лайық. Өткен қысқа уақыт ішінде теңіздің құрыған ұлтанында 2 миллион гектарға шамалас майданда жасыл қапламалар пайда етілген болса, биылғы жылда бұндай игілікті істер давам еттірілу белгіленбекте. Солай екен халқымыз үшін жаңа дәуірді баслап, барлық шарайытларды жаратып беріп отырғаны үшін құрметті президентімізге шексіз міннетдаршылық білдіреміз. Рахмет. Құрметті салтанатты қатынасушылары, соны айрықша айтып өтуіміз тиіс. Бірлескен Милләттер Шөлкемі Бас Ассамблеясының қарарына муафық 16 ноябрь халықаралық кеңпейірлік күні сұхбатында белгіленеді. Құрметті президентіміздің арнаулы қарарына муафық осы сәне мünәсәбеті менен har жылы елімізде кеңпейірлік хаптерлігі үлкен көтеріңкі рухта өткеріліп келінбекте. Хақиқатында да соңғы жылдар елімізде көп миллетлі халқымыздың милли мәдениетін, үрп-әдет һәм дәстүрлерін қастерлеп сақлау һәм рауаждандыру, қоңыстас мемлекеттер менен достық байланыстарын елде кеңейту бағдарындағы лажлар жаңа басқышларға көтерілмекте. Әсіресе құрметті президентіміздің бастамасы менен Нөкіс қаласында бой түклеп Гиннестің рекордлар кітабына кірген дүниядағы ең үлкен қара үй көп миллетлі халқымыздың достық символына айланғаны, халқымыздың һәмде меймандарымыздың мазмұнды демалу үшін барлық шарайытлар жаратылған қара терең туристік комплексінің құрып біткерілгені, өткен қысқа уақыт ішінде бұл орындарда достық фестивалі һәм бірқатар халықаралық анжумалардың өткерілгені, қала берсе міне бүгін өздеріңіз гуасы болып атырған этноауылдың пайдалануға тапсырылып атырғаны кейбіреулерге әлбетте мақтаныш сезімдерін бағышлайды. Кеңпейірлік хаптерлік шеңберінде өткеріліп атырған бүгінгі халықаралық этнофестиваль қатынасушылары һәм меймандарымыз түрлі миллет уәкілдерінің салт дәстүрлерін, милли спорт ойларын һәм спорт жарыстарын, фольклор этнографиялық ансамблер жәмиәтлер концерттерін һәм басқа да мәдени лажларды тамашалауы мүмкін. Қадірлі ватандаштар, сіздерді және бір мәрте бүгінгі халықаралық этнофестивальдің ашылуымен құттықтап, баршаңызға бекем денсаулық, шаңырақтарыңызға аманлық, халық игілігі жолындағы жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Илайым елдеріміз тыныш, халықларымыз аман, достығымыз мәңгі болсын. Президентімізі маслихатшысының орынбасары Азизов Абдусалам акам қатнашыпты. Ол кіші білән бірге бір қанша xodimlari bu insonning Qoraqalpog'istonning bugungi kungi taqdirida, bugungi kungi hayotida, rivojlanishida qo'shgan qissalari nihoyatda ulug'. Buni hammangiz yaxshi bilasiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan Eshmuratov Bekmurza, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan O'temuratova Safargul, Rahmanov Maribjon, Mamatxonov Bahodir, Artiqov Baxtiyor va hokazo o'rtoqlar qatnashayotgan bo'lishi mumkin. Oramizda ortiqcha aytib ketishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Senatining qo'mitasi raisining o'rinbosari, professor, chlenkor Akademiya nauk Rossiyskiy Federatsiya, Qirg'iziston, Qozog'iston Aral Aminna qatnashib o'tir. Endi hurmat bilan so'zni
Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы елшісі үлкен ардақты да құрметті де ағамыз Атамқұлов Бейбіт ағамызға берсек. Бұл маңызды жобаны жүзеге асыруға үлес қосқан барша жанға шынайы ризашылығымды білдіремін. Әсіресе мәдени алуандық пен ұлттық дәстүрлерді сақтау ісіне ерекше еңбек сіңірген Тұрысхан Қайдарұлына айрықша алғыс айтамын. Құрметті достар, бұл орталық әрдайым балалардың шат күлкісіне, тың идеяларға, жасампаздыққа және мерекелік көңіл күйге толы болсын. Бұл жерге Өзбекстанның түкпір-түкпірінен, сондай-ақ Қазақстан мен өзге де елдерден келетін қонақтар, бауырлас халықтардың қонақжайлығын, рухын сезінсін. Тақтакөпір ауданына және жалпы Қарақалпақстанға береке, бірлік, тыныштық, мол ырыс несіп етілеймін. Достығымыз бен бауырластығымыз мәңгі жасай берсін. Рахмет. Қызыл құмда бада неше мың дүркін, асыл байлық тақта көпір даласы. Қызыл құмда бада неше мың дүркін, асыл байлық тақта көпір даласы. Көрер болсаң тағы да гүзал, салымы сақлары гауһардай мысал. Тақтаханалары зейніңді ашар, нұр шашады тақта көпір даласы. Тақтаханалары зейніңді ашар, нұр шашады тақта көпір даласы. Елмұрат ағамыз қыз ұзатып жатыр. Баршаңызды құмға бұрамыз. Қаракеллан сүйердегі тұрған жігіттердің hem yaş үлкен атасы. Söylese sözünde palı, hem memske gördük yolu. Özbekistan Respublikası'nın generalı Tursunkan Kaydarıstay atana jıp selamlar kelince. Yelimizдің adamı, yelimiz silar mudamı. Köpme gördük onun yolu, köplerge jeterdi sozsa kolu. Özbekistan Respublikası'nın prezidentinin en birinci maslahatçısı Tursunkan Kaydarıstay atana jene mərtəyi akıl çıkar jaslardan, hasıl çıkar taslardan. Jas bolsa da respublikamızda pakize qilib basqargan bir atan var tapdı şu yerda turibdi. O'rinboyev Amanboy usunday qara yosh yigitni bergan bizga zamonday halaga ko'ribdi sening to'yingda bir bas bo'layin deb Amanboy atli atam kelibdi. O'z oldina iyilik halaga ko'ribdi. Bugun sening to'yingga tag'ida bir ulkan yosh ulkan atan kelibdi. Ular kelgan to'yxonaga dönüpti. Siyada Parhadaga O'rozboy istegan atana Ministerler Kengesi'nin başlığına jüp selamlar kelince. Basında var tahiya, her jası bir vakiya. Kelişken sını savlatı, şahs adamlardan avlatı, halaga ko'ribdi. Respublikamızda 40-50-60 qarının oldida bas bo'lib topshirdi. Tursunboy ağa Abjapparovday atan kelibdi.
Öz aldına jüp selam ver kelinşek. Tağı bir suyada atan var. Ulubek ağa jelmenip bir pitop mu vereyim deydi, haytasam mı deydi, yeri ajelmenip de bir ulla atan kelipti. Bular kelgen toyxanaga dönüpti. Ulubek ağa jelmenip de atana jüp selamlar kelinşek. Jigittin nağız hasılları, jigittin nağız hasılları, yapraktın jasılları. Bugün senin toyuna kelip oturttu. Konslas Respublikanın pasolları. Hele getip bölüktü. Yiğit atlı atamız bugün senin toyuna at götürmesine az bilen perkize kalan kelipti. Öz adına atana jüp selam ver kelinşek. Toy verip kalıp şiydırgan, toy verip kalıp şiydırgan, mal sembolünü soydurgan, alısına kaç yollap, yakınına at yollap, ağayın menen tuğanın bärin bugün şiydırgan. Taktımı birden hakimi, taktımı birden hakimi, atan bana atış yambıldı. Yetaşarsına bir koşar benim mendep, her görgünde benim langıldı. Mağlayın jerge teygen şey yiyilip, öz aldına yiyip selamlar kelinşek. Kolan şaşın taragan, kelin kaşan kilerlip, yollarına kağıgan, sarıngallı son kelli, parmağın bugün sanagan, hemmemizдің anamız, akıl verer danamız, usday analarımız olmasa jetim sayıp kalamız. Meryem apaday apamızga, Oral Emin'day Liz apaday analarımızga, Gülistan apa Devlet apaday analarımızga, Meryem apalarga öz adına jüp selam ver kelinşek. Şınlarga talpıngan alpinistyanlı kızgın minetpenin atsa her taңы üstü jaulan uğrar jigit kızları nur şaşadı tahta köpür dalası üstü jaulan uğrar jigit kızları nur şaşadı tahta köpür dalası Yek ortalık tahta köpür dalası Ülkemiz üstünde yaz günlerge жеткизе bersin. Amin. Allah Teala'dan tilegen tileklerimiz, niyetlerimiz orlana bergey. Toylar devam etti. Kutlu olsun. Qayeriniz? Bostaqqa көпірдің. Qay жерінен taqdın? Жаңадария ауылы. Бұрын шаруа болған, қазір hem жақсы емес, жақсы ауылымыз. Ава. Бұрынғыдан қанша farq бар қазіргі өзгерістер? Кейінгі бір 3-4 жылдағы өзгерістер. Бұрынғыдан көп farq бар. Президент өзгергенінің өзінде көп farq бар. Біз ана Қаратереңге барамыз, оны жақсы деп жүрдік, мына жер одан 2 есе бетер жақсы екен. Мұнан ауылдарды біздер жаңағы телевизордан, журналдан, Қырғызстанда, Қазақстанда көргенбіз. Қазір біздің тақта көпірден ашылып жатыр. Не жақсы, жетіскендік қой. Үлкен жетіскендік бұл. Болады. Енді мына milli кимешекті бізде шен кетті әже. Сіз күнделікті киесіз бе, я байрамға киіп келдіңіз бе? Байрамға киіп келдім, енді былай той мерекелерге де киеміз ғой. Қаратереңге барсақ киеміз. Алып қойып. Сондай. Сұлу екен да. Өзім қандаймын. Өзіңіз одан да сұлусыз. Сол ғой. Көп жасаң. Болады. Рахмет апа. Рахмет. Болады, сау болың. Analır basarın, sağınır cürmün senderin.
арайын көгі басқаның, араласан да жер-жерде, атосқан ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Сорасаңыз мен айтайын, қайда туған жерімді, тақта көпір дейді барша, еңбек сүйер елімді. Туған жерім тақта көпір, Көкшетаудың жағасы, қара терең көлдері бар, мен тақтаның баласы. Туған жерім тақта көпір, Көкшетаудың жағасы, қара терең көлдері бар, мен тақтаның баласы.